жақта төсек. Вот картина, шкаф, люстра. Вот мына жерде гардеробная, бұл тек менің ағамдікі. Бұл жерде тек ағамның заттары ғана тұрады. Ал мына шкафта менің тек жеңгемнің заттары тұрады. В целом все. Ал енді мына бөлмеге өтейік. Бұл мама мен папаның бөлмесі. Мына жақта үтік, тағы бір үтік, комод, туалетный столик. Дальше мына жақта кровать. Картина, бұны ағам сыйлаған болатын. Мына жақта киімдер. Мынандай жер. Мына жерде жуынатын бөлме, мына жақ гардеробная. Ал мына жақ гардероб. Енді мына жаққа көшеміз. Бұл да бізде айна. Мына жерде қол бетімізді жуамыз. Бұл жақта енді джакузи емес, бұл душевая кабинка. Мына жерде сүлгілер тұрады. Кір жуатын машинка. Примерно осылай. Жуынатын бөлменің қасына мен екінші ағамның бөлмесі, бірақ өкінішке орай мен көрсете алмаймын, себебі ол құлданып тұр. Ағам бөлмесінің қасына менің бөлмем орналасқан, бірақ менде уже бөлек рум-тур видеосы бар. Так что көріңіздер. Итак, достар, бұл бізде подвал. Бұлай лестницадан түсеміз. Бұл жерде бізде былайша айтқанда демалатын жер деуге болады. Жерде картина, терезелер, диван. Мына жерде менің жеңгемнің суреттері. Мына жерде бізде сандық, шкаф. Шкафтың сол жағында бізде тағы бір бөлме бар. Бұл жерде бізде көрпе төсектер тұрады. Мына жақ бізде котельный, уже қол жету керек емес деп ойлаймын. Мына жақ бізде спортзал.